Саламатсыздар ма? Каналға мындай рефлексия салынды. Түсіндімді басқан кезде мінекей жасыл алма шығады. Сұрағым барды басқанда сары алма, түсінбедімді басқан кезде қызыл алма шығады. Жалпы рефлексияның атауын жеміс ағашы деп атадық. Яғни оқушы түсіндімді басса да, сұрағым барды басса да, түсінбедімдіні басса да, бұл бізде жеміс ағашы жемісін береді. Яғни оқушыда сұрағы болса да, түсінбесе де, бұл дұрыс емес деген түсінік қалыптаспау керек. Яғни нәтижесінде наталдағы алмаларды басқан кезде қызыл алманы жасылға, сары алманы жасылға, түсіндім деп өзгертуге болады. Яғни оқушымен жұмыс жүргізілгеннен кейін барып, осы алмаларды жасыл түсті алмаға айналдыруға болады. Енді облыс анимациясын ашайық. Мұнда қараңыздар, түсіндімді басқан кезде бізде бұның түсі жасылға өзгереді тұр. Сөйтіп, мұндағы бізде түсінімге сәйкес жасыл алма шығады. Соған сәйкес сұрағым барда да сондай. Бұның батырманы басқан кезде мұнда заливканың түсі өзгереді, сары болып артындағы, сосын мұнда сары алма шығады. Ал түсінбедім, тоже сондай. Басқан кезде қызыл заливка болады. Сөйтіп, мұнда қызыл алма шығады. Ал мына алмаларда мысалы қызыл алманы шерткен кезде үстіне жасыл алма появление болып анимация болады. Яғни бұл қызыл алманы триггер ретінде алып, үстіндегі алмаға анимация қойылған.